начали. Давайте. Қырылмаймыз. Шоуларда төбелеспейміз, айқайласпаймыз. И күшті үйге қайтамыз. Продюсер енді рисковый адам екен, иә? Продюсер рисковый адам. Прикинь, соңында қырылып кетсек. Барлықтан сәлем, бұл Руслан Тай, мына менің келіншегім Сайда Веснушка. Және біз бүгін не істейміз? Бүгін мен 10 жыл жинаған фото мен скриншоттарды қарап есімізге түсіреміз. Мен еще бәрін саған айтқандай каждый папкаға салып 2015-2016 деп сортировать етіп қоям. Это все не зря, осының барлығын көрсетеміз қазір. Бастайық. Ең бірінші переписка деген приколды қарайық. 17 январь 2016 жыл. Сен жазсың да бірінші? Саида, а ты есть ВКонтакте деген мен айтқан? Я все, мен айттым, сен ВКонтакте жаздың. How's it going? Удовлетворительно. Ты really учился в Мексико? От чего, дейді? Мен тупоймын да шамалы. От чего? 17, то, что там учился, работал переводчиком бойцов. Чуть-чуть утренняя информация. Классно, ну да, скучаю. Скучаю? По Америке. Ой, просто скучаю. А ты какого года? Менің фирменный сұрағым ғой, любой адам ғой. А ты какого года? Мен жалғасы отыр. Да, дейді. Я начала на каникулах, оставила дома. Мынау важный момент. У тебя живые глаза деген комплимент. Все, со своим, мен. Такой комплимент необычный деп қойды. Андай ғой, короче. Ты такая необычная. Ты не похожа на всех. У тебя были живые глаза? Я шучу, я. Были. У тебя были живые глаза. 10 жылда шамалы өшірдік қой енді құрсын. Кайф. Бір айдан кейін кездесеміз, да? Мына жерде алғашқы свиданиеда шығу керек. Мынау біздің алғашқы свидание. Өмірімде свидание қарып көрмеймін ғой собой еще. Свидание дегенде пинтада пиво ішуге бар. Пинтада пиво ішуге бардық. Ешқандай там романтика жоқ. Сен де қарасайшы мұндай. Клетчатый рубашка, джинсы. Вообще дайындалған жоқ. Дайындалған. Сен маған қалай қарадың? Бұл дедің ба? Жоқ, шынымен. Не істеймін қазір жігітпен жүріп, дипломка алдында еще. Күшті сөйлестік. Ха-ха-ха деп өтірік күлдім мен. Сен өтірік күлдің, мен өтірік мажор екенімді айттым. Жоқ, мен если машина захочу, папа машина алып береді. Мен пинтаға бармаймын жалпы деп. Мына жерді білмеймін деп. Неге осы жерге келдік? Сол бірінші свидание екенбіз пиво іше алып сорыстық сразу. 13 февраль еще не бар, сердечкалар висели вот так. Ой, тут сердечки депсің. 14 болып кеткен кезде, уже 14 болып кетті. Сосын біреуін алып, былай, давай, это тебе дедім, да? Сосын жоғалтып алдым кошелекта, менде әлі бар ғой сол. И мен келесі күні жаздым. Хотелось бы увидеться деп жаздым. И сосын сен маған ақ розамен келдің. Мы қазір ішпейміз. Қазір біз үлгілі, Жания үлгілі. Еще сен нең общагың жабық болып, сен біздің үйге бардың. Бірінші свиданиеда жігіттің үйіне барған қыз ғой мынау. Зато мен білем ғой, что сен Ахнеттің ағасысың. Все, үйде Ахнет болған екен ғой. Сосын... Да, особо жұмыс істеген жоқсыз. Ең бірінші шындық. Не хотел бы. Почему? Норм. Я вообще куда-то иду, я это чувствую прям. Ты себе нравишься сейчас? Временами, да, временами. Нет, временами хочется white revolver shit, вот временами, да. Чё хочется? White revolver. Револьвер. White revolver. Почему white revolver? Сексуальный акт. Сексуальное самоубийство, прям серебристый, белый револьвер. Показушник, да, ты? Показушник? Да, даже показухами не өлі керек. Нельзя там иттер құсап, өлігін көрсетті керек полон, Біз по-любому зажатымыз мектадан, да? Ты идешь, ты конечно. Сейчас, да. Өмір өзі алып баратыр бір жаққа. Хоп-хоп. Еще тебя встретил. То видео, где мы 2017-лерде асылы өлем деп дайындалып жүрген балам ғой, по идее, в общем. Это все правда. Да, это все правда. Да, и все, даже белый револьвер деген. Руслан постоянно депресняк болып жүр. Мен неге сенімен сөйлесіп жүрмін вообще?
Сен де енді, получается, травмаларың бірден келіп тұр ғой енді. Я от души спасать тебя. Да, я спасу Я какого-то его спасу. чмошника, деп мен болсам, не, деп. Өлейін деп жүрдім да, айтамын, негізі өлейін деп жүрдім дейсің, сен кете қоймай, өлмейсің, на деп, желеп, и мен шығып келе жатырмын айтып типа, как будто жизнь. Біз нормально жүрдік мына жерде. Сосын сен 13 майда маған мне надо с тобой серьезно поговорить. Енді суицидный салғанда, құрсын, байын баласы болдық қой, андай... Жоқ, бүйтіп айтшы. Менің историямды білу үшін ютубта Шүкір деген концерт. Иә, мен историямды біле берің десе, Шүкір деген концертті қараңдар. Былай қысқаша айтатын болсақ, андай вечно косячник байдың баласы, там чувство вины, вся фигня, я всех подвел, деген самурайский тема ғой, короче. Как всегда, 1-2% жүреді ғой, ёшкин кот. Спокойной ночи, мен уже, пожалуйста, ұйықташы деп жатырмын, походу, Стоп, нихуя. Сағатты 3:30. 3:30 бұл, ойбай-ай, 10 жыл. Ну, кәдімгідей, сол, конченый спасательмін ғой мен. Ты меня тупо сильно, грубо отталкиваешь. Я хочу тебе помочь. Мені космос деп жүрді ғой. Мен ең басында космос болды, короче. Эволюция имен ба? Саид деп бастадым, не в тему 2 болды, сосын космос болып кетті. Космоста скриптониттің өлеңі. Скриптонит өлеңі. Короче, космос, космонавт дейтін андай приколдарым болды да, сөйтіп. Қызым болды да, сосын. А мен всегда Руслан деп айтты. Ну, Жан деп. Жан, Руслан. О, первый подарок. Ну, неше жыл, 1 жыл жүрдік па, мияқта уже. Иә. Ең бірінші күні бір гүл алып келдім, содан кейін подарок істеген жоғым. Неге? Потому что менде ақша болған жоқ, я не зарабатывал, отправляю мои деньги, тратил на бухло. Қарасайшы, астында еще корзинкасы бар, Всегда гүлдері, короче, пока не воспитала вкус в цветах, гүлдері обязательно какой-то бір корзинка, коробочка. Бір күні айтады, жоқ, соны пайдалануға болады ғой. Пайдалануға болады, нормально, гүлін алып тастап. Қаншама заты қалды ғой? Корзинка, велосипед. Корзина. Сосын біреу коробочка болды, коробочка әлі бар ғой, прикинь. Менің жұмыс істеуіме әлі 3-4 жыл бар. Сендер мені күшті балады ойлайсыңдар ма? Жалпы вообще по подаркам бізде мен ғой, короче. Ақшам болмаса да прикол, андай видеомонтаж бірдеңе істеп. Короче, Esquire деген осындай не алып келеді, и сыртын қарасаң, как будто журнал Esquire. Мынау менің өмірдегі нелерім, короче, косяктарым был. Пап, я буду музыкантом и другие подлости жизни. Секреты мужской красоты, аспирин или пластырь, мои лучшие друзья. Ол кезде бетінде причтарлы аспиринмен емдеп жүрдім. Әлі емделмейді, в общем. Учение свет, что такое диплом и для чего он. Космонавтика, как избегать опасных астероидов. Космонавтика деген типа мен ғой. Келесі, ана видеода мен реакциям бар осы подаркеге алып та. Көт жыртылып отыр, аңғара, ё-моё. Өз-өзіме до конца қарамайтын бала болған. Ең бірінші сама ирониядан басталып отыр ғой, стендапқа жол ғой, примерно, да? Да? Да, кажется. Вот сама ирония, вот өзімнің косяктарымды өзім бетіме басып күліп отыр. Вообще сенің арқаңда ғой, бәрі мен өйтіп тұрмын ғой. Мен 17 жыл өліп қалуым керек еді, вообще сол бұның бәрі осы. Сөйтіп, апым мен көтімен тевет, өйтпейт, сосын мен хорошо деп жүріп. Өзіме сендіріп бастайды ғой, апым өйтпейт деп. Мен ең бірінші рет 20 000 теңге біреулерге әндеріне текст жазып беремін. Кімге жазып беремін білмеймін, бірақ. Білмеймін, короче, ең бірінші рет тексттен жазып ақша табамысың. Да, ну, киноға. Сразу. Можно же музыкой заниматься, можно. Студияға барайық деп жүрдім. Өлең жазып жүрген кездері потихоньку. Бір күні Каракат, это же вроде ты черный, значит, про какую-то мулатку поешь. Уверен. Малина ма, сондай, нет, она сладкая просто. Точно, русский мулат. Хашан записывать, естественно, все сразу, давай. Пайда есть. Нешінші жыл ма?
17. 17. 9 жылдан кейін құдай қаласа күшті версиясы шығу керек. Ол ең бірінші Әл-Фарабидің бойында деген әнім. Менің қызыммен екеуміз Әл-Фарабидің бойында жүрген сәттеріміз есіме түсіп, жүректен шыққан әндердің бірі. Былай қарасаң Әл-Фараби бүйтіп жүретін жер емес қой. Деп тұр ғой машина. Біз просто мосттың ар жағына шығып кеттік та. Скоро өлең шығады, в общем. Көрейік. Что там, родной? Ощущенияларың қалай? Жалпы нормально ма? Нормально. Расслабляться стоит, мы за так выступать здесь, бүгін нормально. Не істейсіз? Расслабляться. Расслабился. Расслабылқан. Ана, братан, сөйлетші. Вот 18 февральда Руслан бірінші рет 2018 жылы бірінші рет стендапқа шығады. И соңғы күні маған мен походу шықпаймын дейді. Мен айтамын, я с тобой расстанусь. Мен мына жерде нервничать 4 бутылка пиво ішіп алғанмын уже. Бірақ айырып тастадым да біріншісі. Иә. Спасибо. Это было жолашар. Күшті болды. Мына не кеттік па? Айырылысып кеттік па? Да. Вот, первое расставание. Ну, первое нормальное расставание, да? 18-дің соңы. 2018 соңында расстались, да? Енді быстро определись. Мен болсам, інім үйленіп жатыр, мен әлі оқу бітірген жоғым, қаяқтан үйленемін деп жүрмін. Мы зачем деген соң соңында все дедік та, сөйтіп ажырасып кеттік көш. Либо деп жүрдік, по идее, екеуміз. Мен Ақтөбеге кетіп қалдым, сен Атырауға кетіп қалдым да, Атырауда өзінше болып кетіп барған, пиво ішіп кетті. Короче, солай расстались декабрьде и каникулға кетіп қалдық. Сосын қалай қосылдық, айтшы. Қайтып келіп, сосын сен мені вокзалдан күтіп алдың да ма? Иә, мен сені күтіп алдым. Сен мені вокзалдан күтіп алдың да? Күтіп алыпсың. Ну, дай мне хотя бы 2 дня соскучиться, деп всегда Руслан. Ұрысып қалғаннан кейін жұрттың қыздары үндемей қалатын болса, наоборот, мен үндемей, ойбай, тұратшы деп, сөйтіп айырылысып, бір каникул да, бір қыз, 2-7 ма? 9 күні келдің ба? 10 күн айырылысыппыз ғой, сондағы, 14 февраль, 19 жыл. Я тебя люблю с праздником, жақсы көремін, что плакать хочу, Русь. Мен каникулда жүрмін, когда мы с тобой расстались, и мама подружкалар айтады, все, не пиши ему, өзі келеді. Мен ойлаймын ол кезде. Все, мен, короче, шетелге шығам. А мен өмірімде шетелге шыққан жоқпын. И шетелді көріп, ема, че я на этом Руслане зациклилась деп. Вообще бір жігітке жабысып деп өзім. Все нормально, короче, деп. И потом в Батыс приезжаю. И сюрприз, киндер-сюрприз болып кетеді. Уже біліп қойдық қой мына Да, ты плачешь о чем здесь? О том, что у тебя будет ребенок. Сол. 14 февраль таңертең. Сол, 14 февраль, ровно 3 жыл годовщина, да, я делаю тест на беременность и узнаю, что я беременна. Вот такая ятская история. Ятская история. Ну, сен мамаға, че, Руслан, қашан үйленесің деп жүрдің де, типа, күзде деп айтып жүрдің да. Октябрьде деп айтып жүр едім. Диплом алып, майда диплом алу керек еще. Диплом алмаған бәрі. 1 жылдың ішінде әке, күйеу, Диплом. бакалавр финансов, актер, музыкальный продюсер болып шықтым. Күшті. Сөйтіп, тест шығып, содан кейін анау-мынау болып, тойға уже, мамалар бірімен кездесіп, тойдың уақытын қойып тастағаннан кейін ең соңында айтамын, ё-моё, предложение жасау керек, қайтпақшы деп. Жоқ, мен айтамын саған, Руслан, маған предложение жасайсың ғой, да? Ой, конечно, сен білейін деген шығарсың. Сонда үшін бәрі болғаннан кейін предложение жасадым стендапта. Қызым, выйди на сцену. Өйстіп стендапта предложение жасаймын, сосын сен я дейсің. Маған реально нежданчик болды. Да, мен нежданчик заттар істеген екенмін өмірімде жоқ. Сөйтіп, кольцо подарил, сөйтіп, анау күшті болып, іштік, потом да, автопатия болды. Сөйтіп, мен андай сабақтан сұранып барып, майда тездетіп барып, үйленіп келем да, қайтып келіп, осылай 18 жасында кетіп, 28 жасында бакалаврын дипломын аламын. Апрель,
Я все это время снимаю. This kind of couple, короче. Couples. Біріміз орамыз деп ұнайды осындай. Келесі. Бірінші атырауда жасадық неше адам болады? Бірінші сырға салу бар. Сол 8-ші март. 8-ші март сырға салу. Жоқ, атырауда неше адам жасадық? 400? Атырауда? Жоқ, кішкентай ғой. 120. 120 маған показалось, как будто үлкен той. Атырауда 120 адам бас еді. 5 апрель. 5 апрельден шықтеп шықтық та, Ақтөбеге келіп, 19 ма? 12-сі, 13-і. 12. 2 той болды. 2 той болды. Үлкендер 200 адамдық той болды. Шал кемпірлер микрофонға от души сөйлей алсын деп, олар от души сөйледі. Сосын келесі күні кешке 400 адамдық той болды да. Иә. Сол сояқтан фотка мне. Мен мына костюмді потом неше жыл кидім, құдай-ау. Мен андай мажорик с бедным мышлением болған ғой, в общем, андай. Сөйтіп үйленіп болдық тағы, Ақтөбеге көшіп кеттік. Потому что мен қазір көзіме жетіп жатыр, басқашта мен ол кезде ответственностьтен қорыққан екенмін. Ответственностьтен қорқып, якобы әке-шешеге барайық деп, Ақтөбеге бірге көшіп кетеміз, в общем. Сөйтіп жүрген кезде бірінші бала пайда болды так. Врачтар айтады, плохо рожался, мен там қызым, ты рожала в первый раз, и очень хорошо. Это бывает, успокойся. Мен андай просто өмірімде көп нелер көргенмін да, мен өзім кезінде сол жұмыс істегем, принимал роды. Это бывает, успокойся. Сейчас на Парижу за самочувствие сына, завтра выйдете. Сол кезде бірінші рет қойды дірілдемей сойдым. Оған деймін шамалы дірілдеп соятын қойды. Деп. Ол шоу шырытқа сойып тастадым. I love you, don't worry. Моя самая красивая женщина в мире. Вот это очень важно было. То, что сен маған после родов көп комплимент айттың. 20+ килограмм болдым ғой, прикинь. 80 килограмм болып бардым роддомға. Маған ұнайтын еді просто. Где-то 8 килограмм сбросила после роддома. И вот так ходила. И Руслана маған сөйтіп айтып жүргені өте күшті болды. Спасибо тебе. Шын жүректен айттым. Русланға, оказывается, нравится андай. Ол кезде сен де мен де пышный болдық. Пышный болды. Күшті болдық. Жоқ, мынау уже көктемде. Былай болады, сентябрьде емес айтамын. Руслан маған точно айтшы, или қаламыз, или кетеміз. Я дейсің. Сосын где-то декабрьде ұрсып. Я никуда не поеду, я буду со своими родителями деп айтасың. Если хочешь, уходи деп айтасың. И сосын қайтан нормально, как всегда, на эмоциях сөйтіп. Февральда сол папамен типа конфликттен өтіп, и уже Алматыға барып келесің, ремонт жасайсың, помнишь? Здесь ремонт істеп, уже все, мое сердце успокоилось, и осталось только дело за этим. Сөйтіп майда, кезінде отыр уже. Я уже бір Қызым, осталась неделя, я знаю. Сөйтіп Алматыға көшіп кетеміз. Я не хочу, чтобы меня судили по достижениям деп бітіріп 21-дің 12 майында келдік па біз? Иә, 12 майда деп келдік. Мен уже қадірге уже аяғым. Иә, сөйтіп байқамай жүріп екінші балаға байқап тоже екі қабат болып қалады. Бүткіл Алматыда бір баламен творчество деген планның бәрі рушится. Бір айқайласып аламыз. Я обещал, сенде домохозяйка болады, сенде бәрі болады деп құлаққа бермешел біліп, тездетіп құрсын кетейік деп, сөйтіп Алматыға кетеміз. Потом былай да, типа, адамдар ойлап қалуы мүмкін да, мен ультрамажормын деп. Жоқ, мен андай просто прожиточный ондай, выше среднего семья ғой просто. Андай бар өйтіп істемейді, просто обеспечить етеді, ананы береді, мынаны береді. Потом әр баланың өзі берекеті болады дейді. Бірінші бала туғаннан кейін менде бір контракт пайда болды, нормальный жұмысқа, сол жұмыстар істеп кеттім да. Дальше 1,5 жыл Ақтөбеде нормальный өмір сүрдік қандай. Да. Шашып. Уже екеуміз де расслабились уже. Расслабились, шашып, Макдональдстан шықпай. Макдональдс пен кафетерия. Кафетериялардың бәрін байт, жетіп жүрдік та. Потом мне Алматыға кетіп баратыр. И уже Руслан все творчествомен айналысам деп шешті. Мне все равно на эти ақтөбинские возможности. Да, здесь можно быть супер обеспеченным, спокойно жить, но... Короче, я батяға сөйтіп айтқанмын, 40-қа келген кезде өкінемін. Мен осы сәтті айналысам, мен кете берейін дедім сол кезде. Андай, деп айтқан, мынау жұмыс емес қой. Жұмыс екен, оказывается. На следующий год ты мне сказал, типа, жоқ, қызым, мен жұмысқа шықпаймын.
мен стендаппен айналысамын, я чувствую, что у меня получится дедім. Только когда он это сказал, мен айттым, сроки, дедлайн, 2 ай, 3 ай, цель измеряемая деп, сен айттың, мен желтоқсанның резиденті болам, типа 3 айдың ішінде болмасам, Жұмысқа шығамын деді. Все, жұмысқа шығамын деді. И желтоқсанның резиденті болып кетті. Өзі желтоқсан деген Алматыдағы единственный комиктер ақша табатын клуб. Я 1 айдың ішінде еще быстро. Вообще Руслан такой, если ему цель ставить, то он быстро добивается, а так просто... Бірақ оның алдында жестко косяктан өту керек. Жоқ, косяк емес, просто для себя цель постановка деген слишком попсовый болып кетті да бір кездері, соған Руслан скептично относился. Тез екінші бала дүниеге келеді. Мен роддомның алдында өтірік тұрмын. Өтірік екен. Екінші бала... Қалай ощущение болды сенде, когда родился? Мен баладан қорқпайды екенмін, оказывается, бала, оның ответственности, бірдеңе деген. Білмеймін. Я Русланға наоборот күшті болды. Күшті. Мен қатты тревожно болдым. 2 детей, я не справлюсь, мы не справимся, мы ужасные родители деп жүремін всегда мен, короче. Конкретно, екінші бала туды, мен мәз болып, мама болды, сен болдың, мен болды, самый кайф болды. Выписка. Выпискеде 3 адам болып алып кеттік, кайф болды. Екінші бала келді, екінші баланда берекеті келді ғой, сразу стендап, движение басталып кетті, по идее. Сабыр еще 10 күн без меня был. Хорошо, мына бағана терезе роддом Сабыр келіп мені көрді хотя бы, да. Мен страшно депрессия болдым. Еще выпискадан кейін үлкен баланы андай мультяшно үлкен брат с куклы бар ғой, сондай сыйлап келіп болды. Очень кринжово. Мысалы бізде осылай біз смело мен Руслан абалдарды қалдырамын с первых дней. И я не представляю, как по-другому вообще. Чуть-чуть гринфлаг, я оказывается. Как батя, да? Как батя, да. Шүкір. Ишанам. Да, я осындай. Бірталай депрессиядан өттік, бірталай 2 жыл после родовой депрессии. После родовой депрессиядан өттік, потом в Хорсон, негізі 10 жыл ішінде өтпегенім жоқ, по идее. Біз қазір бит жағын қапитып, деп айтып отырмыз. Первый кризис позади, я думаю. Сейчас как будто қазір уже новый уровень, уже нового уровня будут, если челленджи, то они будут басқа. Эльви, огромное спасибо тебе за 10 лет наших отношений. Тебе спасибо. Сен мені шығардың, мен сені шығардым, екеуміз бірімізді мә күшті естелік болды да, оказывается, мә бөлек болыппыз ғой, иә. Анда-санда өйстіп қарап қойыңдар, күшті екен. Не, қазір шүкір, міне мұндай балдар бар, мұндай өсіп қалды, уже мыналарға ұйыққа жетеді. Кайф, шүкір, қазір Алматыдамыз. Жалпы мен 10 жылдық годовщина болды ғой, 14 февраль, вот 2 ай бұрында. И мен ойладым, давай, мен айттым саған, Руслан, давай отырып, фотоларымызды қарайықшы, кішкене рефлексия жасайық деп, да? Күшті осындай мүмкіндік келді. Иә. Либо біз демай, либо бәрін демап, запрос жасан келеді екен, біздің запростар. Мен мына апымның бүткіл эмоциясını өзіме атакалып қабылдап, қаншама қырғын төбелестен өтіп, енді 10 жылдан кейін жаңа бір сатыны көріп жатырмыз. Саған рахмет, қызым. Саған да рахмет. Бұл естелік, Саида Веснушка, Руслан Тай. Барлықтарыңызға рахмет. Бай-бай. Все, что пробил.